Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін бай адамдардың ойлары туралы айтатын боламын. Осы видеоны соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ертедегі өмірдегі байлардың ойлау жүйесі біз ойлағаннан да мүлдем өзгеше. Сенбесеңіз, Стив Сибол дегеннің «Байлар қалай ойлайды» атты кітабына қарасаңыз болады. Ең негізгі делінген 15 ерекшелікті айтып өтетін боламын. Ең біріншісі ол байлар өзімшілдікті артықшылыққа санайды. Қарапайым адамдар әлемді құтқарғысы келіп, өткелден өзгелерді бірінші өткізгілері келіп тұрады. Ақырында сол қылықтары бай болуға мүмкіндік бермейді. Ал байлар болжаммен алғанда алдымен өзіме көмектесіп алайын, өзгелерге кейін көмектесем деген қағидамен өмір сүреді. Байлар қозғалыс ойларға ие болады. Лотерея билетін қатарында тұрған бай адамды көре алмасыңыз анық. Ал қарапайым адамдар өздерінің байып кетулеріне өзгелердің көмектескенін қалайды. Мәселен, лотерея жұбай, дос, немесе мемлекет дегендей, және кедей болып қала бермекші. Керісінше байлар нақтылы қадамдарға бой ұрып, нақты істерді шешімге уақыттарын жұмсайды. Үшіншісі, байлар нақты білім алуға тырысады. Қарапайым адамның сенімі бойынша байлықтың бастау көзі диплом мен диссертацияда жатыр. Ал бай болса, іс барысында түйген танымдарын саудаға салу арқылы ақша тауып дағдыланады. Келесі, байлардың арманы болашақ туралы. Бай адамдар бір іспен соның шешіміне бар уақытын шашуға дайын. Ал қарапайым адамдар өткен күннің әлегінде жүріп, көбіне депрессиядан шыға алмай қалып жатады. Байлар ақшаны логикалық тұрғыда ойлайды. Орта көлемде жақсы білім алған адам ақша туралы эмоционалды ойлап, немесе жақсы өмір салтын армандау арқылы ақырында құрулы қақпанға түсіп қалуы мүмкін. Бай адамдар ақшаға логикалық тұрғыда қарап үйренген. Олар ақшаны аспап ретінде қарастырып, арнайы толыққанды мүмкіндіктерді ашуға кепілдік алады. Байлар өз қызықтарының артынан еріп отырады. Тілек қауларының артынан жүріп, және жақсы көрген нәрсені ғана жасау керек деп айтады. Бай адамдар өздеріне сүйіспеншілік сыйлайтын істермен ғана айналысатын болады. Өмір сүрулеріне ақша табады. Ал қарапайым адамдар өздеріне ұнамаған жұмыспен айналысу арқылы қаржыдан табады. Келесі, байлар ешқашан тоқтап қалмайды. Қарапайым адамдар түңілгеннен қашу үшін көбіне орта жолда күткенді жөн көреді. Ал бай адамдар керісінше өмірде көп нәрсе күтіп, және өздерінің керемет мақсаттарын орындауға асығып талпынатын болады. Келесі, байлар өздері болып қалғысы келеді. Қарапайым адамдар бір нәрсе істеу үшін тез арада бай болып, жақсы жетістікке керек деп сенеді. Ал бай адамдар болса, өркендеу жолында өз күштеріне сенімділік танытып, әр жолғы қателіктерінен сабақ алып отырады. Келесі, байлар өздерінің ақшасынан ғана пайда табады. Қарапайым адамдар ақша табу көзін өз ақшаларын көбейтумен ғана ойластырып жүрсе, байлар жағы өзгелердің ақшасын пайдалану арқылы пайда табуға болатынына әрекеттенген. Байлардың қарапайым өмір сүретін байлар көбінесе болады. Олар мысалы үшін айтар ойдың ойға сыймасы анық, бірақ шын мәнінде бай адамдар байлық көзін мүмкіндіктен аспай ақша жаратады. Ал қарапайым адамдар қолжетімді мүмкіндіктен асып, көбіне қарыз алып, қарызға қарыз жамап жүреді. Келесі, ол байлар өз балаларын бай болуға үйретеді. Қарапайым адамдар өз балаларын өмір сүруге үйретсе, керісінше байлар балаларын ерте жасынан бай болуға, әлемде жоқшылық пен баршылық деп екіге бөлуге тәрбиелейді. Байлар ақша үшін уайымдамайды. Қарапайым адамдар көп жағдайда ақша жетпеу салдарынан стресске ұшырап жатады. Байлар жағы керісінше байлықтан тыныштық тауып, бәрін ақша шешеді деп қорқып жатпайды. Өз кезегінде осы ойлар үшін табыс көздері еселеніп жатады. Ал қарапайым адамдар ақшаға мәңгілік күрес, немесе қайтып келмес жамандық деп қарап, өмір бойы шыдас беруге бекінеді. Байлар өз уақыттарын қызық қуғаннан гөрі білім алуға жұмсайды. Қарапайым адамдарды бәрі басқаша. Мектеп пен институтты тәмамдаған соң білім жетілудің орнына роман оқып, журнал ақтарып қызық қуып кетеді. Байлар үнемі қасына адам іздейді. Күнделікті өмірде қарапайым адамдар байларға теріс көзбен қарап, жақтырмай жатады. Байлар жағы да көрсе қыздар адамдармен қарым-қатынас жасаудан қашқақтайды. Байлар табыс көзін табуға дағдыланған. Көбіне қарапайым адамдар ақша жинаймын деп жүріп, көп мүмкіндікті зая кетіріп алып жатады. Байлар керісінше бәріне толық есеп беріп, үлкен ақша табуға мүмкіндік ашады.
Егер канал ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сіздің қандай ойларыңыз бай адамның ойына сәйкес келеді екен? Комментарийға өз ойыңызды жазып кетіңіз.